Сәлеметсіңдер ме, сенімпаз балапандар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 55-ші сабақ. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз біріккен сөздер. Мен қалай жазушы болдым. Бүгінгі сабақта біз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтаймыз. Мәтіндегі негізгі ойды табамыз. Біріккен сөздердің жазылу ерекшелігін үйренеміз. Енді жаттығуларға көшейік. 35-ші жаттығу. Максим Зверевтің «Мен қалай жазушы болдым» мәтінін түсініп оқы. Мәтінді бір оқып шығайық. 1903 жылы мен 8-де едім. Әкем баламды көктемгі аңшылыққа апарам дегенде шешемнің көзі шарасынан шықты. Сонда қос ат жеккен арбаның лайсан батпаққа күпшегінен кіріп келе жатқанын ұмытпаппын. Табиғатпен қоян қолтық келгенім тасыған су жиегіндегі көгалда қарсы алған танымды жадымда өшпестей мәңгі қалыпты. Үйге келген соң жаңағы сапарымды жазғым келді. Үлкен сызықты дәптерге тұңғыш рет әңгіме жазып әкеме көрсеттім. Менің емле қателерімді көргенде әкем жағасын ұстап, қызыл қарандашпен түзете бастады. Арада бірнеше жыл өтті. Жазды күні тал түсте иісі аңқыған пішен маясының төбесіне шықтым. Тұс-тұстан құстар сайрайды. Өз көзіммен көргенімді жазсам қайтеді деген құштарлық ерікке қоймады. Бір өшіріп, бір жаздым. Қате қаптап жүр екен. Қателерімді түзеп, жазғанымды әдемілеп көшірдім. Содан кейін әкеме көрсеттім. Ол кісі оқып шықты да көзілдірігінің үстінен маған таңдана қарады. Мен ғалым, зоолог болсам да жазсам-ау деген құмарлығым бәсеңдеген жоқ. Бүгін міне балалар, менің табиғат жайында жазған 120 кітабым бар. Менің кішкентай оқырмандарым, оқудан, үйренуден жалықпаңдар. Енді бізге мәтіндегі негізгі ой мен тақырыптың не туралы екенін анықта дейді. Мәтіндегі негізгі ой бала Максимнің жазуға деген құлшынысы, табиғатқа деген ерекше көзқарасы, арманы және сол арманның жетегінде жеткен жетістігі жайлы айтылған, иә? Бізде келесі тапсырма мәтіннің соңғы бөлігіне ат қой. Мәтіннің соңғы бөлігіне біз ғалым зоолог Максим, болмаса ғалым зоолог жазушы деген ат қоюымызға болады. Қойған атыңның негізгі ойдың қысқаша атауы екенін дәлелде дейді. Бұл бөлімде ғалым жұмысы зоолог болса да табиғат жайлы жазуды тоқтатпағаны, құштарлығы жайлы болып тұр. Яғни бұл жерде Максимнің негізгі жұмысы ғалым, зоолог болса да, ол қосымша жазушылықты, табиғатқа деген сүйіспеншілігін дәптерге жазуды тоқтатпаған екен, сол жайлы болып тұр. Келесі тапсырма. Мәтіннен біріккен сөзі бар сөйлемді тауып жаз. Бұл сөйлемдер: жазды күні тал түсте иісі аңқыған пішен маясының төбесіне шықтым. Ол кісі оқып шықты да көзілдірігінің үстінен маған таңдана қарады. Енді жазды күні, жаздың күні деген екі сөйлемнен құралған біріккен сөз. Көзілдірік, көз, ілді деген екі сөзден құралған, иә? Осы сөздерді жазып дәптерлеріңе көшіріп алыңдар. Енді бізде келесі жаттығу. Мәтінге қатысты парталасының пікірін білу үшін сұрақтар құрастыр, сұраққа жауап беруге дайындал. Үлгі көрсетіп қойыпты. Бала Максимнің қай қасиеті оны жазушылыққа келді? Сұрақтарыңды, олардың жауаптарын жазыңдар. Енді осы сұраққа жауап бере отырып өзімізден нұсқалар құрастырайық. Үлгідегі сұрақтың жауабы жазсам-ау деген талпынысы мен табиғатқа деген құштарлығы әкелді, оны жазушылыққа. Енді біз мысал келтірген сұрақтар. 1903 жылы бала Максим неше жаста болды? 8 жаста еді. Ғалым зоолог Максимнің қазіргі таңда табиғат жайлы неше кітабы бар? 120 кітабы бар. Ең алғаш жазғанын әкесі көргенде неге жағасын ұстады? Себебі жазуында қате өте көп болды. Осы сияқты жаңағы мәтіннен сұрақ өздерін құрастырып, оған жауапты сол мәтіннен алсаңдар болады. Сендерге сәттілік. Келесі жаттығу. Жазушы болу үшін қажетті қадамдарды мәтінге сүйеніп толықтырып жаз. Бірінші, болашақ жазушы көп оқуы, көп үйренуі керек. Сендер басқа қандай ой қосасыңдар? Енді жазушы болу үшін қандай қасиеттер керек екенін жазып көрейік. Жазуда сауатты, қатесіз, көркем жаза алу керек, иә? Яғни Максим балада басында қате жазып, кейін қатесін түзетуді үйренді. Сондықтан
жазуда сауатты болу керек, жеке өзінің жазуға деген құштарлығы болу керек, яғни талпынысы болу керек, әрдайым ізденіп жазуға машықтану керек. Жазушы болу да оңай емес, сондықтан да бір жағынан әншілік қабілет сияқты, болмаса басқа да қабілет сияқты бұған да ішкі өзіміздің өнеріміз, кішкене талпынысымыз, құштарлығымыз, арманымыз керек, болу керек. Келесі жаттығу: берілген біріккен сөзді пайдаланып сурет бойынша сөйлемдер құрап жаз. Жүсіпбек. Енді жүсіпбек сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Жүсіпбек сөзінің қандай сөздерден құралғанын айт. Олардың дыбыстық құрамында болған өзгерісті байқа дейді. Енді сурет бойынша сөйлемдер құрайық. Ақбілек романы Жүсіпбек Аймауытовтың қаламынан туған психологиялық туындысы. Ақбілек романындағы барлық оқиға шынайы өмірден алынған. Ақбілек романы қазақ ауылындағы дүрбелең жылдар шындығын, олардың дәстүрі мен салтын көрсеткен. Әсіресе Ақбілектің көрген қайғы-қасіреті, қиындығы жайында мұң шер толғайтын туынды. Яғни біз суретте Ақбілек романы берілгендіктен сол роман жайлы сөйлемдер құрау керек болдық. Енді осы сөзде қате кетіп жатса дұрыстап өздерің жазарсыңдар. Суретте, яғни қыздың суреті берілген және де Ақбілек деген қыздың есімі айтылған, сондықтан өздерің де соған жорамалдап қысқа да нұсқа сөйлемдер құрасаңдар болады. Енді біз Жүсіпбек сөзін зерттейік. Жүсіпбек сөзі жүсіп және бек деген екі дүбірден құралған біріккен сөз, адам есіміне айналып кетіп тұр. Айтылуы Жүсіпбек. Б әріпі дыбыстық өзгеріске ұшырап тұр. Яғни біз жазылғанда бек деп жазылғанмен айтқан кезде п сияқты естіліп кетеді біздің құлағымызға, сондықтан дыбыстық өзгеріске ұшырап тұрған б әріпі. Жаттығу түсінікті болса, балалар, келесі жаттығуды орындайық. Келесі жаттығу шығармашылық үзіліс. 39-шы жаттығу: біріккен сөздер кестесін толықтырып айт дейді. Мына алдымызда тұрған кестелерді енді толықтырып шығайық. Бұл кесте бізге, яғни біріккен сөздердің қорымызды кеңейтуге көмектеседі. Қаншалықты біріккен сөздерді жақсы білеміз, осы кестеде білеміз. Енді бірінші адам аттары: Қазанғап, Нұрбек, Алтынхан, Айдос, Нұрқанат, басқа да, яғни адам есімдері сендер қоссаңдар болады. Енді жер су аттары дейді. Алакөл, Жезқазған, Баянауыл, Жалтыркөл. Алдыңғы тақырыпта өткен Жаманқала дегенді қоссаңдар болады. Басқа қандай жер су аттарын білесіңдер, соны толықтыра отырыңдар. Мүмкін сендердің ауылдарының, тұратын қалаларының аты біріккен сөзден құралған шығар. Енді аң құс аттары: Қосаяқ, Ақбөкен, Егеуқұйрық, Тасбақа, Жолбарыс, Көкқұтан, тағы да басқа қандай аң құс аттарын білсеңдер қоса отырыңдар. Әжелеріңнен сұрап көріңдер, аталарыңнан сұрап көріңдер. Енді келесі ойын-сауық аттары дейді. Алтыбақан, Ақсүйек, Тоғызқұмалақ, Соқыртеке. Бұл жерде айтылған ойындардың барлығы, яғни бұрынғы қазақтың ұлттық ойындары. Алтыбақанды қазіргі күнге дейін ойнайды. Тоғызқұмалақ та бар. Соқыртеке, Ақсүйек деген бұрыннан қалған ойын атаулары ескі. Сендерге түсініксіз болмау үшін Ақсүйек деген айдың жарығына сүйек жасырып ойнау, сондай ойын түрі. Соқыртеке деген яғни қазіргі тығылмашақ ойыны. Енді өсімдік атаулары: күнбағыс, яғни пісте, піс шағатын күнді. Итмұрын, түймедақ, ромашка дейді ғой. Енді ителгі сияқты тағы да басқа көптеген түрлері бар. Сабақ сендерге түсінікті болса, назарларыңа рахмет, сау болыңдар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті.